мені дефиттікі мысалы мынандай қылып істеп береді. Мен кеше істегенім бойынша мысалы мен интернеттен алдым, алаш партиясы туралы мәлімет қойдым, просто так, к примеру. Сосын алаш партиясы туралы қойғаннан кейін ол reading summary, типа қысқаша нәрсе көрсетеді. Мен алаш партиясы Ресей империясының тәуелсіздігі үшін құрылды, партия 1917 жылы құрылды, көшбасшылар мынау болды. То есть қысқаша негізгі мәліметтерді көрсетеді. Одан кейін аналар не береді, терминология береді. Мысалы автономия деген не деген сияқты ше, өзекті деген не, балалар кейбіреулерін білмей қалуы мүмкін ғой, соларға ол не береді, терминология береді, яғни вокабуляри береді. Содан кейін ол бізге сұрақ құрап береді. Мен мысалы сұрақ таңдадым, міне жазылып тұр мына жерде. Мысалы сұрақтар: алаш партиясы қай жылы құрылды, алаш партиясының ең маңызды тұлғалары кім, алаш партиясының негізгі мақсаты кім. Бұл тексттен шығып сұрақ қойып тұр. Сіз текст жібердіңіз, соған байланысты сұрақтар қойсаңыз. Иә, бұл жерде мысалы 5, 6, 7, 10 сұрақ қойдым, даже одан көп сұрақ қоса береді адам өзінің қалағаны бойынша. Сосын қысқаша сұрақтар қойылады. Мысалы алаш партиясының негізін қалаған кімдер? Иә, адамдар өздері, бала өзі жазу керек. Одан кейін алаш партиясының жұмысы қай жылы тоқтады, тоже өзі жазу керек. Келесі мысалы open-ended questions, яғни ашық сұрақтар болады ғой. Мысалы алаш партиясы мақсаты не, сіздің өміріңізде қандай мақсаттар бар, яғни анда критический мышление бар ғой, сыни ойлау деген. Сол сыни ойлауға байланысты сұрақ құрады. Сіздің қандай білім қабілеттеріңіз бар, оларды қалай дамытуға болады деген сияқты. Адам мына мәтіннен өзіне қатысты сұрақ табу керек. Мысалы қазіргі программа бойынша неге деген сұрақты қою керек. Солай. Енді бұны документ ретінде көшіріп алуға болады. Документ ретінде. Ал көшіруін көрсетіп жіберсеңіз. Safari'ға кірейік қазір. Мына кішкене интернеттен түсір. Бұл iPhone ғой дейме? Бұл iPhone компьютер. Apple-дікі. Android-да да болады жасауға. Міне қазір кішкене интернеттен шығып істеп жүр. Көрейін iPhone. Соңына шын көріңіздер. Мына жерге кіреміз. Мысалы дефиттің страницасына кірдік. Менде аккаунт барлығы ашылған Gmail-мен. Одан кейін сіздің жерге enter topics and questions heard деген бар. Яғни сіз өзіңіз можете просто сұрақ қоюға, мысалы маған география керек деп жазсаңыз, мысалы тақырып жазайық. Одан да негізі бұл тақырып жазғаннан көрі сіз текст бергеніңіз дальше күшті ше. Мына текст, мысалы сіздің тақырыбыңызды айтыңыз маған, қандай тақырыпты алайын? Дүниежүзілік теңіздер күні деп жазыңызшы, теңіздерге байланысты. Мысалы теңіздер, әлемдік теңіздер десе алайын, иә? Теңіздер. Теңіздер күні өтілді ғой. Жақсы. Немесе былай жазыңыз, қар барысы деп. Қар барысын қорғау. Жасыл клубта бар. Қар барысы деген. Қар барысын қорғау. Қар барысы. Бұл туралы бізде информация болады, яғни міне Википедияда. Осыны көшіріп алсаңыз, иә? Википедияға кіреміз. Жалпы қар барысы туралы Википедияда емес, негізі басқа жерден, өйткені жерде сұрақтар кішкене мәліметтер некорректный. Мысалы қар барысы туралы біз Станкидтан қызықты мәліметтер алайық. Мына жерден басып, қар барысы 6 метрге дейін ұзындықта жүреді. Сосын биіктікте. Міне 23 қазан халықаралық қар барысы күндері дейді. Осыған байланысты біз видео дайындау керекпіз. Копировать етем. Және Defeat for Teachers-ға кірем. 40 мың сөзге дейін қойылады, немесе PDF вариантта сөз жіберуге болады. Енді аламыз да мен қоям мәліметті и айтамын, қазақша тілді таңдаймын. Бұл жерде қазақша тілді обязательно таңдау керек. Сосын сынып таңдауыңызға болады. Негізі мен всегда 5-ші сынып деп таңдай беремін, өйткені сұрақтың қиыншылығына байланысты ғой. Үлкен сыныптарға қиындау болып істейді. Енді мысалы күтеміз, Generate-ті басқаннан кейін. Осыған байланысты сұрақтар дайындап береді. Қазір осыған байланысты бұл сізге сабақтың конспектісінде, сұрақтарында, терминологиясы дайындап береді, сосын тест құрап береді, яғни бүкіл нәрсені істейді. Тіпті қар барысына байланысты суретте тапты. Мына жерден біз таңдауымызға болады. Тағы да суреттер, мысалы сізге мына суретіне қалды, иә, осы суретті қойғыңыз келеді деген сияқты. Суретті қоямыз. Мысалы біз қар барысы дегеннен қарда тұрған барысты қойсақ болады. Қазір мына өзі интернет салуына интернет жаңа фото ізделеді. Келесі reading passage деген бар, яғни мәлімет, біздің қойған мәліметімізді міндетті түрде балаларға шығарады, яғни show full текст десек, яғни бүкіл тексті көре аламыз. Дальше бізде summary беріледі, қысқаша мәлімет, яғни қар барыстары деген мысалы қысқаша мәлімет тұр. Келесі бізде key vocabulary, яғни ключевые слова, немесе терминология деп айтсақ болады, яғни мекен дейтін дегенне, қорғау дегенне. Енді балалар қазір популяция деген сөздерді білмейді, соны қосып
жасайды. Келесі бізде ол сұрақ, яғни тест тапсырмасын жасайды. Тоқтатайын. 3 тапсырмадан тұр. Мысалы, бұл жерде біз одан да көп сұрақ жасауымызға болады. Мысалы, сізде мына жерде how many questions деп тұр. Қанша сұрақ қосқыңыз келеді? Мысалы, сіз ең максимально 5 сұрақ қоса аласыз. Тағы да қостық, жасадық. Бұл қазір бізде общий 8 сұрақ қосады. Сосын сізге бұл сұрақтар жеткіліксіз, маған 8 сұрақ жеткіліксіз, одан да көп болсын десеңіз, add questions, тағы да 5 сұрақ get questions'ты басамыз, ол тағы да бізге сұрақ жасап береді. Яғни бізде общий 13 сұрақ пайда болды. Қар барысы қандай күні мерекеленеді? Мысалы, қар барысы не істейді? Қар барысының баласы қалай аталады деген сияқты. Енді қалай көшіреді? Тоже қысқа сұрақтар берілген. Енді біз бұны мына жерде doc деген тұрады. Осы docты басамыз. Docты басқаннан кейін, мысалы, мен reading level'ды да қосамын всегда, потому что оқу уровенім. Экспортқа басамыз. Экспортқа басқаннан кейін мына жерде сіздерге PDF-тар немесе документация. Иә, екеуі Classroom мен енді балаларда оған доступ болса, ашуға болады. Документте сақтасаңыз, дәл осы түрде түседі. Міне менде қазір өзімде бар. Қайта тіктемей қойын. Қазір уақыт алады, потому что міне жаңа ашқаным осы, мысалы, осы тура осындай түрде оформлениемен ол түседі сіздерге осылай. Міне дефит сайты, мына жерде дефит сайты көрсетілген. Дәл осы сайтты дефит деп жазсаңыздар шығады. Дефит сайты түрлі ішінде нелер бар, шаблондар бар, шаблондарды қолдануға болады. Жақсы, Жібек мұғалім, рахмет сізге. Алғаш.